Хадзабе тайпасында өмір сүріп жүргеніме 4 ай болыпты. Мені таң қалдырғаны мына жай. Мемлекет бұл тайпаны жойып, қалаға көшіріп, жұмыспен қамтып, Хадзабе тайпасына тиесілі жерді өз меншігіне алмақшы. Сол үшін оларды әскерге шақырып, әскер қатарына жұмысқа алғысы келеді. Өйткені бұл тайпа мүшелері қайратты, қорқу дегенді білмейді. Тіпті осы тайпаның бір жігітін әскери қызметке орналастырып, жақсы жалақы төлеп, барлық жағдайын жасайды. Бір жылда өтпей Хадзабе жігіт өздерінің орманына қашып кетеді. Олар жоспарсыз, сағатсыз, бұйрықсыз, еркін өмірге үйренген. Оларға ақша берсеңіз, олар оны сақтамайды, жоспар құрмайды, болашаққа жинамайды, бизнес ашпайды. Олар сол күні-ақ бәрін жұмсап жібереді. Ақшаға алкоголь, марихуана шөбін алады. Немесе алдынан шыққан адамдарға үлестіріп таратып жібереді. Ақша біз үшін өмірдің мәні, олар үшін жай ғана қағаз. Біз даму деп жүрген нәрсе олар үшін шектеу. Мен қазір осы тайпаның ортасында жүріп ойланамын. Сонда шын мәнінде кім еркін? Бұл тайпада ешкім ешкімді контрольде ұстамайды. Үлкені, кішісі, қызы, ұлы, әйелі, еркегі бәрі шөп шегеді. Бұлар өздерінің жастарын да білмейді. Баланың жасын боймен көрсетеді. Шамамен 9-10 жасар бала ұйқыдан тұра сала, шөпті бұрқыратып шегіп алып, ұшып бара жатқан құсты садақпен атып шалқасынан түсірді. Ал мына апайымыз болса түнде қараңғыда шөп шегіп, құлап, бір көзінен айырылып қала жаздады. Осы жылдың аяғына дейін Африканың барлық жабайы тайпаларын аралаймын деген ниетім бар. Маған тіркеліп алыңыз, Африканы бірге аралайық.